Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді және жұмсақ болып шығатын сочниктің рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған 125 грамм сары майымызды қосатын боламыз. Оның үстіне 3 ас қасық қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір шай қасық қопсытқышты ұнымызға араластырамыз. 300 грамм ұнымызды бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, өздеріңізге араластыруға қиын болып қалады. Сол үшін ұнымыз майымен біріккенше жақсылап араластырып бөліп қосатын боламыз. Бірінші шанышқының көмегімен, одан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап ұнымыздың басын біріктіреміз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Мінекей біздің ұнымыз жинақталды. Енді осы қамырымызды, дайын болған қамырды 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін 300 грамм ірімшікке бір жұмыртқаның сары уызын қосамыз және 2 ас қасық ұн қосамыз. Одан кейін 3 ас қасық қант қосамыз және 1 ас қасық қаймақ қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің творогымыз жұмыртқаның сарысымен бірігіп, барлығы бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай бөліп алсаңыздар болады. Егер үлкен қылып жасағыларыңыз келсе 10 бөлікке бөлсеңіздер болады. Көлемін шағын кішкене қылып жасайтын болсаңыз 12-13 бөлікке кессеңіздер болады. Мінекей видеода көрсетілгенде қамырымызды жаямыз, ортасына творогты салып, қамырдың тек 2 шетін ғана қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Жұмыртқаның сары уызына кішкене ғана сүт қосып, барлығын жақсылап араластырып, сочниктің үстіне жағып шығамыз. Түрі әдемі болып шығу үшін осылай шанышқымен үстін оюлап сызып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Әр пештің градусы әртүрлі болғандықтан өзіңіз міндетті түрде қарап тұруды ұмытпаңыз. Мінекей біздің сочниктарымыз дайын болды. Қамыры көтеріліп, ішіндегі творогтары пісіп, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.